1928 жылы Моңғолстан деген мемлекетті жасайды ғой. Оны білсек, біз құтыратын шығармыз деп ойлаймын. Неге бізге ол адамды біз үшін жоқ қылғысы келді? Демек, біздің ата-бабаларымыз өте мощный болған. Шыңғысханды жарайды біз мұсылман қылмай қояйық, бірақ Шыңғысханды әзір қазақ қылып алайықшы өзі. Бір сұрақ сізге. Шыңғысхан деген кім? Соны түсіндіріңізші бірінші. Жалпы Шыңғысхан деген, Шыңғысханды көбісі енді былай моңғол дейді ғой. Бізден бөліп тастады. Оны ол үшін, сол Шыңғысхан үшін 1928 жылы Моңғолстан деген мемлекетті жасайды ғой. Кімдер жасайды оны? Енді оны Россия мен Қытай бірігіп, ортасынан жер бөліп, бір ол негізі төбе түркілер, моңғолдар, қазір Моңғолстандағы моңғолдардың төбе түркілер, бірақ қытайланып кеткенде қатты соларға жақын болып кеткен, дінне де таза солай болып кеткен. Сосын соларға бір мемлекет құрып. Бүкіл тарихта негізі моңғол емес, ол моғол болған ғой. Моғол деген керей мен наймандардың ортасындағы ру дейді. Енді қараңыз, соншама әрекетті жасатқан, енді оның алып тұлға екені түсінікті. Сондай әрекетті жасатқан, сонда бұл Шыңғысхан кім екен? Әрі жарайды ол адам. Ол баяғыда қайтып кетті. Енді сонда қолбасшы болсын, мықты болсын. Бірақ соны неге бізден онда сонша аластатты? Неге бізге ол адамды біз үшін жоқ қылғысы келді? Қалай Әмір Темірді жоқ қылғысы келді? Тура солай Шыңғысханды да жоқ қылғысы келді. Әмір Темір туралы кішкентай кезімізде айтатын бір кітаптарда ма бір неде, сонда ойымда қалып қойған. Бүйтіп Әмір Темір, Ақсақ Темір дейді. Әмір Темір демейді, Ақсақ Темір келе жатты да дейді. Бір баланы жатқан көрді да, жылап жатқан. Бүйтіп қылышын тоқыпты да, жаңа жылап жатқан бұл. Бүйтіп көтерген кезде дейді, мына жерден қан аққанда соны ағызып іше салып дейді. Содан енді Шыңғысханға келген кезде енді ол тұлғаны соншалықты тықты, ол кім керек? Сосын Екатерина II деген, сол Ресейдің патшасы, ол былай айтқанда, анандай, мыналар өзінің кім екенін білмесін, егер бұлар өзінің кім екенін білсе, бізді жоқ қылады деген. Сонда сол жобада бірден айтқан. Дәл цитатасын айтқан жоқ. Мағжан Жұмабаев бар ғой, енді ол кісі Мағжан ағамыз, ол кісі деген, енді қайраткер болған, мощный болған, олар тарихты көбірек білген ғой. Олар сол кездегі имамдарды, ишандарды, сол кездегі сопыларды, ол сопылар деген, оларға дүние түк керек емес, таза дінге енді қызмет еткен ғой. Біз сияқты, біз кітап сатсақ та, мына жағынан пайдасын, несін бәрі біз. Енді біз мүлдем басқа адамдармыз ғой, ол мүлдем басқа адамдар, басқа деңгей. Сол Мағжан ағамыз, мысалы, былай айтқанда, мысалы, Шыңғысхан жайлы. Тумайды адамзатта Шыңғыстай ер, данышпан, тұңғиық ой болат жігер. Шыңғыстай арыстанның құр аты да адамның жүрегіне жігер берер деген. Көрсі, құр аты. Оны білсең, несең. Бұл жерде мысалы былай айтады ғой, Тұран жайында айтады. Тұран деген енді біздің тұрып жатқан жеріміз ғой қазір. Тұранға жер жүзінде жер жеткен бе? Түрікке адамзатта ел жеткен бе? Кең ақыл, отты қайрат, жүйрік қиял, Тұранның ерлеріне ер жеткен бе? Тұранды мақтаймаймын тіпті текке, онсыз ақ Тұран таныс талай шетке. Сырласқан үйде отырып, аспан көкпен, білгіш жаз жеткен жүйрік Ұлықбекке дейді. Енді Ұлықбек ол кезде обсерваторияның сол заманда олар Коперникті өртеп жатқан кезде обсерватория болған. Мысалы, құттөбеліктің өзінде Нептунның көкшіл екен, Марстың қызыл екен, сол кезде өлеңдерінде жазылып тұрады. Оның бәрі. Енді қызық ол деген құпия. Сонда Шыңғысханды үзіп тастаған, бізден алыстатып тастаған. Әбден алыстатып тастаған, үзген. Оның үзуінің енді себебі, мен ойладым, енді Шыңғысхан сондай батыр болды, жарты жерді, жарты әлемді жаулады, мықты, сондай. Оны білсек, біз құтыратын шығармыз деп ойладым. Бізге қайрат беріп, ішімізге күш беріп, солай деп ойлап жүрдім. Ал енді кейін таныса келе, Шыңғысхан деген ол өте ірі тұлға, оның несі мықты. Енді ол жерде мықтылығының бір үлкен күшінің бірі. Мысалы, Шыңғысханның нақты діні де белгісіз. Мысалы, оны тәңіршілдік болған, не болған дейді, бірақ ол нақты фактілер бар.
мұсылмандар келген кезде ең жақсы деген ақ үй бар екен, сол ең сыйлы қонақтары сонда болады екен. Тек сол жерге мұсылмандар тоқтататын болған. Келген сол қонаққа келген нелерді сондай нақты фактілер, деректерге қатысты. Сол үшін енді ол белгісізде бір аға маған айтты, Шыңғысханды жарайды біз мұсылман қылмай қояйық, бірақ Шыңғысханды әзір қазақ қылып алайықшы өзі деп. Өйткені оны мұсылман қылса, ол мұсылман дейді негізі. Бірақ оны қазақ қылып алсақ та сол жетеді дейді әзіргіден кейін. Мәселе енді тіптен ол емес, нақты фактілерге алғанда Шыңғысхан, енді ойлаңыз, сол кезде технология, енді былай ойлап қарасаңыз, енді батырлар жырында болсын, бір жырларда, нелерде біздің жырауларымыз, ақындарымыз олар былай жазады, қолымен бүйтіп қалған кезде біраз қырылып кетті, былай қырылып кетті дейді. Негізінен ол үлкен технология ғой. Мысалы, мына жердің өзі, енді ойлап қараңыздар, қазір осы бүкіл Қазақстанды көзіңізге елестетіңізші. Бүкіл Қазақстанның территориясы бар. Қазақстанды ғана алайық. Енді осы жерде отырғанымыздың біреуіміздің қол астымызда бүкіл Қазақстандағы сіздің жеке меншіктегі жеріңіз 9-шы орында болса. Біреуіміздің, мысалы сіздің біреуде мысалы 10 гектар жері бар, біреуде 100 гектар, біреуде 1000 гектар жері бар, біреуде 10.000 гектар жері бар. Енді ойлаңыз, қазір біз егер алғашқы 9 адамды алатын болсақ, жерінің игеру көлеміне қарай. Ол өте бай адам ғой. Ол өте билігі жүріп тұрған, несі жүріп тұрған адам. Мен не үшін айтайын деп жатырмын, мен айтайын деп жатқан әңгімемнің құр сөз емес екеніне бекіту үшін. Ол адам көп затқа әсер ете алады, ол адам көп зат жасай алады, әрі ол адам қаншалықты риск бірдеңелерді жұтып жібере алады. Енді ойлаңыз, қаншама 1000 гектар, қаншама 1000 активі бар. Енді туры осыған енді алып келсек, бізде қазір бүкіл әлем бойынша, біздің Қазақстан жер көлемі бойынша 9-шы орында. Әрі оның бәрі шөлі емес. Оның мұнайы да бар, несі бар, табиғаттың да көкесі тұр, мынау Алатаудың маңайында, ана жақта, мысалы Алтай жақ бар. Әр қаншама жерден айырылып барғанның өзінде 9-шы орында тұрмыз. Демек, біздің ата-бабаларымыз өте мощный болған. Шыңғысхан өте, ол деңгей өте мықты болған. Ол кездегі технологиялар өте мықты болған. Ол кезде қайрат, намыс, жігерлілік, лидерлік қасиет деген өте басқа деңгейде. Сонда бізге алысқа бармай, өзіміздің сол кісілерден үйренуіміз керек екенбіз.